Талшын ханым, саламатсыз ба? Бүгін офиста Талшын ханым бар екен. Осы кісіден өзінен живой результат алайын деп шештім. Сіз енді осы біздің компанияда қазір жұмыс істеп жүрсіз ғой. Мына өнімдердің бәрін іштіңіз. Иә, енді сіз өзіңіздің денсаулығыңызда қандай результат көрдіңіз? Сол жөнінде біздің жаңағы чаттың қонақтарына айтып берсеңіз. Саламатсыз ба? Мен өзім пенсионермін. Осы компанияға келгеніме жыл жарым болды. Сәл қаттырек. Қаттырек дауысыңыз шығарсаң. Жыл жарым болды. Қазір серебряный статустамын. Өзім ең бірінші емге келдім. Артромарин ішіп жақсы болдым. Тізем, тізелерім, белім ауыратын еді. Неше курс іштіңіз артромаринді? 3 курс іштім. 3 курс ішкеннен кейін уже қойды ма, әлде әлі ауыра ма? 2 курс ішкенде уже жақсы болдым. Бірақ мен 3-ші курсты тағы да іштім. Содан кейін? Жолдасымыз екеуміз. Содан кейін былтыр көктемге қарсы нені іштім, кардиомарин іштім. Нем бар еді, диагноз қойып еді, врач стенокардия деп. Жүректен, е? Иә, жүректен отдышка болды. И сол кардиомаринді тоже 3 курс іштім. Өте жақсы әсер алдым. Қазір енді отдышкаңыз қандай? Отдышкам қойды. Молодец. Автобусқа постоянно жүгіреді дедім ғой. Қазір свободно жүріп отдышкам. Жүгірсеңіз де уже отдышка болмай ма? Болмайды. Жақсы екен, күшті. Енді осы неге 4 жылдық форумға барғанда, содан кейін келгеннен кейін тағы да тізем ауыра бастап, жаңа балдарым клиникаға бар деп еді, бірақ клиникаға көріндім да, бірақ дәрілерді алған жоқ. Алдым, мына нені артромаринді алдым. Тоже 2 курс тағы да алдым. 1 курстан даже жақсы болдым. Уже повторно ауырған болып тұр ғой, сіздің алдында 3 курс ішсеңіз де, иә? 1 жылдан кейін қайтадан ауырып тұр да? Маған салқын тиді. Сосын бұл мына аяғым ауырды. Мына неден поездда келе жатқанда салқын тиді. Аяғым сразу чувствовать етті оны. То былай ауырмайтын еді, жақсы болып жүрдім. Сол 2 курстан кейін жақсы болды. Сосын 3-ші курсын тағы да енді жолдасым ішейік дегесін, мен де апарып іштім. Дұрыс. Иә, енді денсаулықтан артық не бар енді қазір? Дұрыс дегенсіз, аха. Содан кейін... Сонда сіз артромаринді жалпы тек 3 рет алдыңыз ба, или 6 рет алдыңыз ба? Уже енді общий жалпы 6 рет. 6 рет іштіңіз, да? Аха. Енді... Өте жақсы. Как профилактический. Иә. Тағы да алдық и іштік. Жолдасымның как раз плечевой суставы ауырып жүрді. Мен жалғыз өзім ішпеймін, давай екеуміз ішеміз деп. Тағы да іштім. Жақсы. Сосын мен бой жақсы екен, өте жақсы. Мен былай кішкене жүргенде мұздай енді күнге шығасың, аузыма мұздай жел нетсе, тек сразу жөтеліп шыға келеді. Мен бөлін ішкенде керемет күшті. Жөтелді кетті, дымда болған жоқ та? Дымда болған жоқ. Даже мынандай простудное заболевание болған жоқ. Қазір уже сонда еш жеріңіз сізді мазаламайды, жақсы жүрсіз, да? Мазаламайды, жақсы. Рахмет сізге, Талшын ханым. Барлық ішкен жаңағы өнімдеріңіз сізге ем болсын, қарай ауырмаңыз, жұмысыңызға береке тілеймін, сәттілік сізге. Рахмет.